Кейде адам өмірдің не үшін берілгенін түсінбей жүреді. Күндер өтеді, жылдар өтеді, бірақ жүрек тыныштық таппайды. Осындай кезде қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлының сөздері адамды терең ойға батырады. Абай бір сөзінде былай дейді: адам баласы дүниеге бос келмейді. Әр адамның бұл өмірде өз орны, өз міндеті бар. Бірақ сол міндетті түсіну үшін адам ең алдымен өзін тануы керек. Көп адамдар өмір бойы байлық іздейді. Кейбіреулер атақ іздейді, ал кейбіреулер билікке ұмтылады. Бірақ Абайдың айтуынша, адамның ең үлкен байлығы оның ақылы мен адамгершілігі. Егер адамның жүрегінде мейірім болмаса, оның барлық жетістігі бос болып қалады. Абай былай дейді: адам болам десеңіз, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Бұл сөздің ішінде үлкен өмірлік сабақ жатыр. Адамдар құртатын 5 нәрсе бар: өсек, өтірік, мақтаншақтық, еріншектік және бекер мал шашпақ. Бүгінгі қоғамға қарасақ, осы 5 нәрсе әлі де адамдардың арасында бар. Өсек айту оңай, өтірік айту да оңай. Бірақ шындықпен өмір сүру қиын. Ал енді адамды биікке көтеретін 5 нәрсе бар. Олар талап, еңбек, терең ой, қанағат және рақым. Талапсыз адам ешқашан алға баспайды. Еңбексіз адам ешқашан нәтиже көрмейді. Ал терең ойсыз адам өмірдің мәнін түсіне алмайды. Қанағат деген барға шүкір ету, ал рақым басқа адамдарға мейірімді болу. Абайдың ойынша, нағыз адам дегеніміз жүрегі таза адам. Адам кейде сыртқы келбетіне көп көңіл бөледі. Киіміне, атағына, байлығына қарайды. Бірақ адамның шынайы бағасы оның жүрегінде. Егер жүрек таза болса, адам ешқашан жамандық жасамайды. Ал егер жүрек қараңғы болса, адам қанша білімді болса да, оның пайдасы да аз болады. Сондықтан Абай адамға ең алдымен жүрегін тәрбиелеуді үйретеді. Жақсы адам болу кездейсоқ нәрсе емес. Бұл күн сайын жасалатын таңдау. Біреуге көмектесу, біреуге жақсы сөз айту, біреудің көңілін қалдырмау. Осындай қарапайым әрекеттер адамның нағыз тұлға болып қалыптасуына себеп болады. Өмірде бәріміз қателесеміз. Бұл адам табиғаты. Бірақ ең маңыздысы сол қателіктен сабақ алу. Абайдың сөзі бізге бір нәрсені еске салады. Өмірдің мәні байлықта емес, өмірдің мәні атақта емес. Өмірдің шынайы мәні адам болып өмір сүруде. Егер адам жүрегін таза ұстаса, ақылын дұрыс пайдаланса және айналасына жақсылық жасаса, онда оның өмірі бос кетпейді. Сондықтан әрқайсымыз өзімізге сұрақ қоюымыз керек. Мен қандай адаммын? Мен адамдарға қандай пайда келтіріп жүрмін? Егер осы сұрақтарға шынайы жауап бере алсақ, онда біз өмірдің шынайы мәнін түсіне бастаймыз. Абайдың сөздері ғасырлар өтсе де өз маңызын жоғалтпайды. Өйткені адам өзгерсе де, адамның жүрегі өзгермейді. Ал жүрекке жол табатын сөздер әрқашан мәңгі өмір сүреді.